Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге красный бархат торттың оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, нәзік, керемет болып шығады. Сондықтан осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен үй температурасында тұрған сары майға қантымызды қосып, араластырып аламыз. 3 жұмыртқаны бөлек-бөлек салып, сұйық масса шыққанға дейін араластырамыз. Одан кейін бөлегі тыста айранымызды, соданы және де красительді қосып, бөлек араластырамыз. Красительдің қандай болуы маңызды емес. Одан кейін ерекше ұнды разрыхителді араластырып алып, жұмыртқалы массамызға айранды қоспамыз бен ұнды алмастырып, кезек-кезек құйып, масса шыққанға дейін араластырамыз. Массамыздың консистенциясы сұйық немесе қою болмауы керек. Одан кейін қызып тұрған 180 градус пеште 3 бөлікке бөліп, 3 корж шығарып пісіріп аламыз. Одан кейін кремін дайындаймыз. Креміне сливки, қант дағы және творожный сырды қосып араластырамыз. Піскен корждарымызды суытып, арасына кремді жағып, тортымызды жинаймыз. Одан кейін 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Керемет дәмді торт шығады.